Міне, кәдімгі вальс, арман вальс, той. Жүрегім толқып кетті. Өзіміздің осы Астанада күнде көріп жүрген Мырзатай қажы бір әп-әдемі қызбен вальс билеп жүр. Бәрекелді. Жан-жағыма қарасам, Мырзатай қажының жұбайы ақшты, сұрықтай ұзын бойлы бір жігітпен вальс билеп жүр. Тіпті вальстың дағымен біріне-бірі қарап, күліп, мәз. Не деген бақытты жандар. Әкесімен билеп жүрген Гүлмира екен, анасымен билеп жүрген Ерлан екен. Мырзатай қажының ұлдары Әуез, Ерлан, қыздары Гүлмира, Гүлзира. Осылар ғой әлемге жар салып, әкеміз 80-ге келді деп дүрілдетіп той жасап жатқан осылар. Бұл кісілерді құттықтап, немерелерді шауып келіп құшақтап жатыр. Махаббат тілейміз деп қояды. Күлкіміз келді. Шынымен махаббат, осындай бақытты өмір сүру үшін махаббат керек екен. Бұл отбасы, бақытты балалар өсіріп отырған, бақытты ата-аналар, елге өнегелі отбасы болып саналады. Қызығамыз, құттықтаймыз, бақыт тілейміз.